Сәлем баршаларыңызға, қалдарыңыз жақсы ма? Бүгінгі менің көрсетейін отқан тақырыбым өте маңызды тақырыптардың бірі. Ол Telegram бағдарламасын, программасын компьютерге қалай орнатамыз. Маған сұрақ қою мүмкін. Telegram не үшін керек деп. Telegram SMM мамандары өте біледі. Сіз Telegramда қазір Қазақстанның 20-30% қолданушылар осы Telegramға көшіп жатыр. Telegramның келешегі өте зор, және Telegramда отырады. Бұл жерде айтып кетейін дегенім. Мысалға, сіз Telegramда отқан кезде сіз сообщениелерді оқисыз, жаза аласыз, суреттерді көресіз, ол өте ыңғайлы. Бірақ сіз сол каналдардың администраторы болатын болсаңыз, немесе бір пост салатын болсаңыз, сіз компьютермен соны жасасаңыз өте ыңғайлы, өте әдемі посттарды, әдемі тексттерді жасап, компьютер арқылы дайындап қойған материалдарыңызды салып отыруға өте ыңғайлы. Сондықтан компьютерге орнатып алыңыздар. Ендеше кеттік. Ең бастысы подписаться батырмасын басып, каналымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Googleға жазамыз, скачать Telegram для компьютера ПК на русском деп, енді орысшасын орнатып алған ыңғайлы деп ойлаймын. Егер ағылшынша білсеңіз, әрине ағылшын. Осы жерге, осы сайтқа кіресіздер, telegram.pk.ru деген, сол жерде Telegram для компьютера деген таңдаймыз. Енді сіз қарайсыз, қандай неге орнатасыз. Мысалға, менде Windows 7 ма, 10 ба, ноутбукқа ма, или онлайн ба. Мен, например, Windows 10-ға орнатам. Өзіме басамын. Так, не қыл дейді, астыға қарай түсейік. Ең астына қарай. Так, енді скачать то болу керек қой бізге. Заң бойынша міне скачать Telegram'ды басамын, астыға қарай өзі түсіріп жіберді. Вот, скачать для десктоп дейді, для компьютерға дейді. Скачать Telegram деймін. Маған осындай ссылка шығады, осындай көшіріп алыңыз деп. Көшіріп аламыз. Оны міндетті түрде мына жақтан күтіп отырамыз. Немесе мына жерде инструменты загрузкиді басыңыздар, немесе өздері сіздердің браузерлеріңізді. Менде мысалы Mozilla браузері маған ыңғайлы. Сондықтан мен осы жерде күтіп отырамын. Так, енді мен осыны алып, вырезать етіп алып, өзіме керек программалардың арасына салып қоям, чтобы постоянно вдруг бір нәрсе болып қалатын болса, маған қайтадан жіберуге. Так, ладно. Далее деймін. Так, арғарай маған Яндекстің рекламаларын орнатам дейді. Жарайды, кейін удаление жасап. Так, артқа қарай. Так, қайтадан. Далее, создать рабочий столға. Далее, установить дейм. Жаңа реклама шыққан кезде настроить дегенді басып көрсетем деп едім, сіздер сол жерде может алып тастауға болады. Рекламалы, міне Яндекс менде орнатылып кетті, жаңа қате жібердім. Ну, ничего страшного. Кейін оны удалить жасай саламыз. Или Яндекс браузері керек болатын болса, траверсияда болады, зияны жоқ. Так, енді көреміз. Telegram деген программа шығу керек бізде. Вот, Telegram деген ярлык шықты, көрдіңіздер. Так, енді сіздер мынандай байқамай мен сияқты орнатып алсаңыздар, егер Яндекс керек емес болатын болса, панель управлениенің ішіне кіріп, программа и удаление, подключение бұл емес, мен қателестім қазір. Программа и компоненты деген бар, соның ішінен маған Яндекс браузер өзіме ұнамайды, керек емес, менде екі браузер бар, Google мен Mozilla, сондықтан оны удаление жасап тастайтын боламыз. Так, бізге енді қаяқта? Вот Яндекс кнопкасымен екеуінде бірінші кнопкасын удалить етіп жібереміз. Яндекстің маған керек емес, Яндекстің өзі. Сізге керек болса, траверсе болады, ешқандай удалить браузер дейсіздер. Так. Удаление жасалды, Яндекс жоқ менде. Енді Telegram'да ашып көрейік. Компьютерге орнаттым. Start message дейміз. Так, мына жерге енді телефоныңыз жазасыз. Өзіңіздің қандай телефон, и арғарай тіркеліп, сол өзіңіздегі бар, Telegram'дағы өзіңізде бар логин пароль жазасыздар, солай арғарай кіріп жұмыс жасай беретін боласыздар. Міне осылай Telegram'ға өздеріңіздің телефондарыңызбен сіздерге SMS код келеді, сонымен тіркелесіздер. Сөйтіп кіріп кетесіздер, міне кәдімгі Telegram'да бүйтіп ашып, өзіңізге керек нәрселерді жазып, Telegram'ға посттарыңызды жібере беруіңізге болады. Ең басты сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналымызға жазылып,
бізбен бірге болыңыздар. Астында тұрған подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.